Біздің Семейде 12 мешіт бар. Олардың ең үлкені Тыныбай, орталық тас мешіт және ағаш мешіт. Біз тұрған мешіт биіктігі осы жерге дейін 33 метр. Бұл кезінде өртенген түрме, музыкальный және кітапхана болған. Ең ақырында кәдімхана болып мешітке ауыстырылды. Бұл мешітке 100 жыл болады. Мен әкем осы мешітте имам. Әкем маған намаз оқуды үйретті. Мен 7 сүре білемін. Осы мешіттің тарихын әкем басқа кісілерге айтты, мен содан үйрендім. Ауызекі тілде имандылықтың бұл бағаналы ордасы бір мұнаралы тас мешіт делінеді. Ғимарат ұзынша келген 4 бұрыш пішінде. Қабырғалары күйдірілген кірпіштен қаланып, әшекей өрнектермен безендірілген. Ғимараттың авторы түрік сәулетшісі Абдулла Ефенди. Тарихтың тезіне ұшыраған ескі мешіттердің кез келген секілді, бұл имандылық ұясы да бірнеше жыл әрқилы мақсатта қолданылып келген. Ақыр аяғында 2005 жылы тарихи әділеттілік салтанат құрып, мешіт қайта ашылып, 9 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл мешіт жаңағыдай 1918 жылы басталып, 1910 жылы салынып біткен. Оны түрік архитекторы проектісін жасаған. Бірақ бұдан бұрын бұл орында Бота деген ағаш мешіті болған. Ол Бота ағаш мешіті өртенгеннен кейін осы мешітті салған. Бірақ бұдан бұрын міне қазір мына жерде көріп отырсыздар, бұл жерде медресе болған, сол салынып, содан кейін осы мына мешітке алып, 2 жылда осы мешітті салып бітірді иншалла. Тас мешіт деп аталғаны бізде өзіміз көп іздедік. Ана тас мешіт, мына тас мешіт дейді. Соң үлкендерден сұрадық, фундаменті тас бекен, іші тас бекен деп. Ол себебі біреу мына кезінде біздің жақта бәрі ағаштан салынған, одан кейін саманнан салынған, одан кейін мына жақта келіп, мына қызыл кірпішті өртеп салғаннан кейін мына кірпіш деген бізде болған жоқ қой қазақтар. Содан кейін бұны қызыл кірпішті тас деп атағанда, содан кейін тас мешіт деп. Мына орталық мешітте, осы мешітте тас мешіттер дейді. Яғни кірпіштен қалағаннан кейін сол себепті қазір мына тас мешіт деп атайтұғыны ежелден келе жатыр. Бүгінде имандылықтың тірегіне айналған бұл қасиетті орынға да солақай саясаттың салқыны тимей қалған жоқ. Ұзақ жылдар бойы ешқандай жөндеу жүргізілмей, қараусыз қалған кездері де болды. Қабырғалар құлап, еденін су алған. Адам төзгісіз күйгенсе де, әжетке әжептәуір жарап келген. Қазіргі нелер анасын зерттейді, кірпіші керемет құйылған екен, мына оттан жанған екен, бұлай жасаған екен деп. Жоқ, жаңағындай мына кірпіші қазіргі қызыл кірпіш құйса да сондай шығады. Бұдан да кереметтарын жасап жатыр. Бірақ мына мешіттердің сақталуы, осы мешіттердің осындайға жетуі себебі біреу адам баласының сол кездегі ниеті. Не нәрседе біздің істегенімізге, тез бітіргенімізге қарамайды, Аллах тағала айтады, ниетіңе қарай береді дейді. Яғни харам нәрсе көріп жатсыздар, харам табысқа тапқан, харам іспен, харам алынған, ол жаңағындай бір айда салыну мүмкін, бірақ бір күнде мына Индонезияда көрдіңіздер, бәрі бір-ақ күнде ағып кетті, бірақ 100 жылдаған, 1000 жылдаған мешіттер қалды. Сол сияқты харам қарын тойдырмас дейді. Бұл мешітті ұрпағымызға хайыр болсын, ұрпақтарымыз ғибадат етсін, намаз оқысын, ақиқат жолда болсын деп ниет етіп салған аталарымыздың мешіті міне қаншама жыл жаңағындай атеизм дүркіреп, алай қыламыз, былай қыламыз дегенде ол жап дүркіреп, мынаны пайдаланған емес. Аллах тағала осы күнге шейін соларды осыны ақтатып, сылатып, бұзғызбай өздеріне жөндетіп, діннің Аллах тағала. Міне қазір бізге міне 4 жыл болды, Аллах тағала бізге тапсырып берді де міне. Алаштың алтын бесігі болған Семей өңірі Шығыс Қазақстан облысы құрамында болғанымен, діни басқарманың алдында дербестігін сақтап отыр. Өйткені осы аймақта орналасқан қаладағы және аудандардағы мешіттер Семей қалалық орталық мешітіне есеп беріп, тапсырма алып отырады. Қосмұнаралы орталық мешіт 2000 жылдан бастап Әнет баба Кішігұл атында. Тарихы терең бұл имандылық үйінің құрылысы 1858 жылы қолға алынып, 1861 жылы аяқталған. Дін апиынделінетін кеңестік кезеңде бұл мешітте жабылып қалған. Тек 1995 жылы Абайдың 150 жылдық тойы қарсаңында президенттің пәрменімен қайта ашылды. Бұл мешіт өте көне мешіттердің бірі. Бұл мешіттің тарихына келетін болсақ,
4 адам салдырған. Енді бұл мешіттің астында тағы бір қабаты бар. Естуіміз бойынша, бұрынғы көнекөз қарилардың айту бойынша, бұл мешіттің астында үлкен жер асты жолы болған. Біреуі имамның үйіне баратын, екіншісі ертістің жағасына шығатын екі үлкен жол болған айтады. Енді кейінгі жылдары 95 жылы бір сол күрделі жөндеуден өтті. Мешіттің кіреберіс қабырғасы шығысқа қаратылған. Биіктігі мұнарасымен қоса есептегенде 30 метрдей. Қабырғалар мен терезелер әшекейлі, сәнді ою өрнектермен көмкерілген. Алла үйінің алдындағы ғимаратта жастарды имандылыққа баулайтын діни сауат ашу курсының да жұмысы жолға қойылған. Мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасынан енгелі қос мұнаралы мешіт аз кем жөндеуден өтті. Аулада көгалданып көріктендірілді. Бастапқы қалпынан өзгерістер болған жоқ. Мынау өздеріңіз көріп тұрғандай, терезе, мынау ненің бәрі сол бұрынғы өзінің қалпында сақталған. Енді мынау аяттар, мысалы, жазылған жазулар арабша, оның бәрі кейін жазылған. Мынау тұрған 99 Алла Тағаланың аттары. Төрде тұрған Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз, мысалы. Мынау шамның өзі кейіннен құрылған. Жаңадан қалғаны бәрі осы бұрынғы қалай салынды, солай тұр. Бірақ жаңадан қазіргі заманның несіне байланысты күрделі жөндеуден өткеннен кейін қазір осындай болып тұр. Бірақ бұрынғы 95 жылы бұл жаңағы ашылғанда алдында музей болған. Асты оған дейін жаңағы аскерлердің, солдаттардың қоймасы болған, тамағын қоятын, одан кейін киімін қоятын, содай нелер болған. Ал енді кейіннен осы ашылған кезде 95 жыл тек қана қабырғалары әппақ ақ ізбеспен сыланып қана тұрған. Енді мынаның бәрі сол кейінгі мәдени мұра бағдарламасына кіргеннен кейінгі істелген шаруалар. Тарихтың үлкен сорап жатқан Тыныбай мешіті Семейдегі ең көне мешіт. Өз заманының көпесі Тыныбай Кәукенұлы 1836 жылы өз қаржысымен осы мешіт салдырған. Атеистік кеңес өкіметі кезіндегі өзге де барлық мешіттер сияқты бұл имандылық ұясы да қилы кесір кесапатты бастан кешті. Бір кездері жабылып қалған, сосын әскерлерге киім тігетін цехқа айналған тарихи мешіт ақсақалдардың алқауымен ақырында халықтың рухани имандылық ошағына айналды. Тыныбай атамыз Кәукенұлы өзі үлкен көпіс адам болған, саудагер адам болған, осы Семейдің қаласындағы атақты адамдардың бірі болған. Ол кісі Россия империясы ол кезде. Россия империясының барлық жерлерін аралаған адам болған. Ол кісінің өзі біздің Абайдың әкесі Құнанбай қажымен құда адам болған. Осы Семейде көптеген жұмыстар істеп, сол кісілердің көрегендігі ғой енді. Халыққа мешіт салайын деп ойлап, сол кездегі Россия империясының осы восточный генерал-губернатор Колпаковский ғой. Сол кісіге барып рұқсат алып, менің осындай шамам келеді, Семейде халқымызға бір мешіт салайық деп, осы халықтың сұрауы бойынша сол кісіге барып рұқсат алған. Көне мешіттегі қарилар арнайы оқу бітірген, жоғары білімді жандар. Ислами ілім негіздерін меңгерген олар осы жазда өткен әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезіне де қатысып қайтты. Бұл қари шейхтардың барлығы Алла жолында адал қызмет еткен алдыңғы буын өкілдердің өкше басар шәкірттері. Ілгеріде ондай иман жүзді ағеділ жандардың көптеп кезіккені тарихтан мәлім. Осы мешітіміз үлкен тарихи орындардың мысалы бір сөз бар ғой халық арасында. Парижге барып, Эйфел мұнарасын көрмесе, Парижді көрмедім деп айтса да болады. Сондықтан Семейге келіп, Семейдегі Тыныбай мешітін көрмесе, Семейді көрмедім деп айтса да болады деп ойлаймын. Семейдің Тыныбай мешіті үлкен тарихи орындардың бірі. Алаштың арыстары, біздің Абай атамыздың өзі, Тыныбай атамызбен құда болған дедім, Шәкерім атамыз, өздеріңіз білесіздер, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан аталарымыз, Міржақып Дулатов, міне осындай Алашорданың үкіметін құрған, қазақтың бірінші үкіметін құрған, конституциясын жазған, Алаш мемлекетін құрған біздің қазақтың ерлері, егерек туған ерлер дейді, соның бәрі осы жерде табанның ізі бар.
сол үшін бізге ыстық. Соның бәрі осы мешітке келіп намаз оқуға мысалы. Тарихы тереңде жатқан мешіттен құнды деректер мен қолжазбалар да көптеп табылған. Мәселен, 2005 жылы осы мешіттің имамы Тұрсын Сұлтанұлы ескі жәшіктерді ақтарып жүріп, Асан қайғы дастанын тауып алыпты. Соның бәрі кезінде Абай журналына басылып шығып, ғылыми айналымға қосылды. Осындай телегей теңіз тарихы бар мешіт дәл қазіргі таңда жөндеу жұмыстарын қажетсініп тұр. Мешіт мемлекеттің қарамағына өтіп, республикалық маңызы бар тарихи мәдени ескерткіштер қатарынан орын алса, нұр үстіне нұр болар еді. Қалада халыққа қалтқысыз қызмет етіп келе жатқан Нұр Мұхаммед Расулуллах атындағы бір мұнаралы ағаш мешіт тарихи ғибадатханалардың бірі. Тарихи деректе мешіт 1867 жылы салынған делінеді, ал 2005 жылғы 23 мамырдағы техникалық құжат бойынша 1911 жылы тұрғызылған. Деректерді салыстыра қарағанда мешіттің салынған мерзімінің алғашқы нұсқасы шындыққа жақын. Қалай десек те, имандылық ордасы Қызыл империяның қысымында да үздіксіз жұмыс істеп келген. Мешіт 1994-97 жылдар аралығында Семей қайырымдылық мекемесінің ер балалар пансионы болды. Тек 1997 жылдан бері қарай шежірелі мешіт өз қызметін жалғастырған. Бұл мешітті алғаш салған кезде Қырғызда татар атын аламыз дегенде оған рұқсат берілмей, қазақтарды білмейді, қырғыз болып, сол Жалаңаяқ деген қазақтың атына Уфа қаласынан ол кезде діни басқармасы қарайды, содан рұқсат алған екен. Сөйтіп ең негізі Жалаңаяқ деген атпенен бұл мешіт бірінші сол 1911 жылы салынғандығы мәліметі қолымызда бар. Ал енді бұл мешіт 1997 жылы діни басқармаға тікелей қарады да, қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқарасына жами ірі мешіт, тарихи мешіт болып белгіленіп, соның кейін алқа мүшелерінің жиналысында бұл мешіттің атын қасиетті Қазірет пайғамбарымыз Нұрмұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам атында Нұрмұхаммед Расулулла атындағы бір мұнаралы ағаш мешіт деп ат қойылды. Мешіт құрылысының өзіндік ерекшелігі бірде-бір шеге қағылмай, тақтайлары шебер қиюластырылған. 20 ғасырдың басында бұл ғибадатхана омбыға қарағандықтан, оны салдырған қазақ емес татар делініп келген. Екі қабатты мешітте намазхандар 1911 жылдан бастап 44 жыл жасырын намаз оққан. Тек 1955 жылы имандылық ұясы заңды түрде тіркеліп, халыққа қызмет көрсете бастады. Семей шаһарындағы өзге де тарихи мешіттер сияқты, бұл киелі орынға да күрделі жөндеу жұмыстары керек. 3 жыл бұрынғы жөндеуден кейін қайтып жұмыс жүргізілген жоқ. Алғаш мешіт салынғанда 1911 жылы кран жоқ. Ал мұнарасы 20 метр биіктікте. Сонда бұған бір Сергей деген орыс шығып, сол арқанменен 5 метрлік күмбез айын жаңағы 20 метрдің үстіне 25 метр биікте шыққан екен. Ал соны жаңағы бізге 90 жастан асқан Несіпай деген ақсақал мен өзім көрген едім деп куәлік берген, ол марқұм болып кетті. Семейдегі шежірелі мешіттердің шетін мәселесі біреу ақ. Ол кезек күттірмес күрделі жөндеу жұмыстары. Ал бұл мәселе Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы басшылығының ғана емес, тарихи сәулет өнерінің қайталанбас жәдігер ғимараты ретінде мемлекеттік құзырлы орындардың да назарына ілігуі тиіс.